сәлеметсіздер ме оқушылар? Информатика сабағын бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын тақырыпқа байланысты кілттік сөзді ребусты шешу арқылы тауып көрейік. Жарайсың, жарыстар. Бүгінгі сабағымыз роботтар арасындағы жарыстың бірі ропа сумо. Бүгінгі сабақта үйренеміз ропа сумо туралы түсінік беру, объектіні табу үшін ультра дыбыс датчигін пайдалану, робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдану. Ропа сумо жарысында робот қарсылас роботты шеңберден шығарып, өзі сонда қалуы керек. Төменде суреттерде ропа сумоның жарыс алаңы бейнеленген. Ропа сумо жарыс алаңының екі түрі болады. Біріншісі ақ алаң шекарасы қара түспен белгіленген. Екіншісі қара түсті алаң шекарасы ақ түспен белгіленеді. Ропа сумо жарысы жапондық күрестің нәтижесінде пайда болған. Жарыс барысында роботтар шеңбердің ортасында орналасады. 3 секунд күтеді, содан соң шеңбер шекарасына өтіп, бір-біріне шабуыл жасайды. Ропа сумо жарысында қолданылатын датчиктерге түс датчигі және ультра дыбыс датчигі жатады. Шеңбердің шекарасындағы ақ немесе қара түсті анықтау үшін түс датчигін қолданады, қарсылас роботты анықтау үшін ультра дыбыстық датчик қолданады. Ропа сумо жарысы төменгі сыныптардан бізге белгілі кегл ринг жарысымен ұқсас. Ропа сумо жарысының программасы. Старт блогынан басталатын программада циклды және түс датчигін, ультра дыбыс датчигін, рөлдік және тәуелсіз моторды қолданамыз. Әрдайым роботымыз түс датчигі арқылы қара түсті көретін болса, онда ол орнында айналады. Ал егерде ақ түсті көретін болса, ультра дыбыс датчигі арқылы роботты анықтап алдыға қарай жүретін болады. Бірінші тапсырма. Программада көрсетілген қадамды ретімен орналастыр. Жарайсың. Бірінші орналасқан блок старт блогы, екінші блогы уақыт режимі, секунд. Баптау. Бекіту сұрақтары. Ропа сумо деген не? Ропа сумо өтетін алаң қандай болады? Ропа сумо қалай пайда болған? Жарайсың. Ропа сумода қолданылатын датчиктерді ата. Төменде бізде 4 датчик көрсетілген. Ропа сумода қолданамыз. Жарайсың. Түс датчигін және ультра дыбыс датчигін. Тапсырма себебін анықтап, дәптеріңе жаз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.